Қойылым өте ұнады. Шынымды айтсам, осы 86 жылғы осы желтоқсан кезіндегі оқиға көз алдыма қайтып келгендей болды. Сол кезде біз жаңа ғана институт бітіріп, енді ғана жұмыс істеп жатқан кезіміз болатын. Сол жағдай шынында да бәрімізді сол жылдары күшті бір дүрсіндірді ғой. Есте қалатындай оқиға болды. Бүгінгі мына қойылым прям соны қайтадан қайтып келгендей болды сол жыл. Мына жас артистер болса да өте сондай шынайы, солай енді қойылымды прямо адам сенетіндей қылып жасады. Шынымды айтсам, өзім сендім, көзіме прямо жас келді. Енді осындай қойылымдар жиі болса екен, осы халқымыздың, өзіміздің осы нация дейді ғой, өзіміздің ұлтымыздың дәрежесін осылай көтеретін, намысын қорғайтын осындай қойылымдардың жиі болып тұрса, біз шын жүрекпен, шын көңілмен келеміз. Осы бүгінгі таңда отанымыздың жүрек Астана қаласына келіп, тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнайы Астана халқына, көрермендерге, театр сүйер көрермен қауымға сый тартып жатырмыз. Сәбит Досановтың «Тозақ шеңбері» атты тарихи драманы бүгін ойнап шықтық. Көрермендердің қабылдауы өте жақсы. Қойылымның басты мақсаты мына, біз тәуелсіздік деп жатырмыз. Осы тәуелсіздікке қалай жеткеніміз, тәуелсіздік дегеннің ұғымның мәні қандай екен, оның оңайшылықпен келмеген, тәуелсіздік осы бүгінгі тәуелсіздік күнімізге, осындай бейбіт заманға жету үшін біраз жастарымыздың қан төккенін көрсету осы қойылымда мақсат. Оны мынау көрермендердің қабылдауына қарап ойлаймыз, біз өз алдымызға қойған мақсатымызға жеттік қой деп, көрермендердің қабылдауы өте жақсы болды.